Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін каналда тактикалық есептерінің 68-ші есебін шығаратын боламыз. Есептің барысында бобестегі сарбазды Б4-ке жүрген кезінде қаралар атқа шабуыл жасаған. Ал енді қарап отырсақ, бұл атты алып келіп басқа жаққа қарай қашырудың орнына А4-ке жүрді дағыны мына пілдің шабуылына ұшырады. Енді пілменен жеңсем уәзірмен жет. Қарап отырсақ, фигура тең, бір ақтан да біз бір фигура ұтып алуға қалай әрекет жасаймыз? Енді бұған шабуылды уәзірмен А5-ке жүреміз. Мынаған екі фигурамен шабуыл жасаймыз. Осы кезде бұны қорап болатын, ақта тұратын піл жоқ. Так, қайтарамыз. Мына атпен қорап қойған десек, ол ат ар жақта жүр. Сарбазбен ұрған десек, болмайды мүлдем сарбазбен ұрғанға. Яғни мына атты осылай ұстап алды екенбіз. Біздің тактикалық есебімізде осындай тактикамен бір фигураны ұтып алуға және де мықты шабуылдар матч жағдайын жасау біздің тактикалық есебіміздің жауабы болып саналады.